Истихара бұл бір істі істейтін кезде енді ол уәжіп парыз іс емес. Мысалы, біреу жұмысқа тұрғысы келіп жатыр, немесе үйленбекші. Сондай кезде сол сияқты таңдау бар болған дүниелерде истихара намазын оқисыз. Истихара намаз деген мағынасын қарайтын болсақ, дұғасында, яғни 2 ракат нәпіл намаз оқисыз. Немесе тіпті мысалы 5-нің 2 ракат сүннетін оқып болғаннан кейін жалпы 2 ракат намаз деп келеді. 2 ракат нәпіл намаз, яғни ол 5-нің 2 ракат сүннеті болуы мүмкін, таң намазының 2 ракат сүннеті болуы мүмкін. Тіпті сол сүннеттен кейін де оқи беруге болады. Болмаса 2 ракат өзіңіз бөлек нәпіл намаз оқисыз да, содан кейін қолыңызды жайып Аллахумма инни астахирука би'илмика ва астaqdiruka биқудратика ва ас'алука мин фадлика ал'азим фаиннака тaqdir ва ла aqdir ва ta'lam ва ла a'lam ва анта алламул ғуюб деп осылай басталады дұға. Яғни, Алла, мағынасы мен сенен мен үшін қайырлы болған нәрсені таңдап беруіңді сұраймын. Маған қайырлысын өзің нәсіп ет. Өйткені сен білесің, мен білмеймін, не қайырлы, не қайырлы емес маған. Егер осы бастап жатқан ісім, бастап жатқан шаруам, немесе мына кірмекші болған жұмысым, немесе осы үйленбекші болған адамым мен үшін қайырлы болса, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Яғни, осы іс менің дінімде мен үшін қайырлы болса, және күн көрісімде мен үшін қайырлы болса, ақиретімде мен үшін қайырлы болса, онда маған нәсіп ет осыны. Егер мен үшін бұл жаман болса, дініме зиян болса, күн көрісіме зиян болса, ақиретіме зиян болса, онда бұл істен мені ұзақтат, және ол істі менен ұзақтат. Маған қайырлысын қайда болса да нәсіп ет деп осылай дұға жасайсыз. Яғни истихара дұғасының мағынасы сол. Сөйтіп 2 ракат намаз оқып, одан кейін жасайсыз. Кітаптарда келеді, хатта яншариха садруху деп келеді. Хатта яншариха садруху. Яғни бір көңілі бір нәрсеге тоқтағанға дейін оқу керек дейді. Енді көңіліңіз тоқтамауы да мүмкін. Көңіліңіз бір нәрсеге тоқтамауы да мүмкін. Кейбіреулер түс көрдім дейді. Түс көруіңіз де мүмкін, түс көрмеуіңіз де мүмкін. Өйткені истихарада бұл жерде Алла осы іс жақсы болса, сол жайында маған түс көрсет, жаман болса, жаман екенін көрсетіп, түс көрсет деген сөз жоқ ол жерде. Алла қайырлы болса маған нәсіп ет, жаман болса менен ұзақ ет деген сөз. Мүмкін сіздің көңіліңіз ол нәрсені қалап тұрады. Мысалы, бір қызды бір жігіт ұнатты. Ұнатып, оны жақсы көрді. Сөйтіп, соған үйленбекші. Истихара дұғасын оқыды. Барып, ниетін білдіріп еді, қыз немесе қыздың отбасы оған отказ берді. Яғни, жоқ, қызымыз саған бермейміз деді, немесе қыз жоқ, келіспеймін деді. Енді сіз айтып тұрсыз ғой, Алла, қалай болса да менен сол нәрсе жаман болса, менен ұзақ ет дедіңіз. Болды, Алла тағала демек сізден оны солай кетіруі мүмкін. Яғни міндетті түрде жүрегіңізге бір белгі келіп, немесе міндетті түрде бір түс көруіңіз шарт емес. Түс көру шарт емес. Түс көрмеуіңіз мүмкін. Біреулер енді көруі мүмкін. Біреулердің көңілі бір нәрсеге тоқтауы мүмкін, тоқтамауы мүмкін. Бірақ сол тоқтаудың өзі де ол бір соңғы белгі деп айтуға болмайды. Соңғы белгі деп. Яғни мысалы, өйткені адамның өзінің ішкі сезімі әсер етуі мүмкін ол нәрсеге. Мысалы, әлгі біреуді ұнатқан жігіт, бір қыз ұнатқан жігіт, ол қалап тұр. Оның сол ішкі қалауы оның сезіміне, жүрегіндегі қалауына әсер етеді. Сөйтіп, демек менің жүрегім осы нәрсеге тоқтады, истихарадан кейін деп ойлайды. Бірақ олай болмайды. Барған кезде оған отказ келеді. Алла тағала қаласа солай сізден оны ұзақтатады. Немесе ол келісетте кейін артынан бір ырың-жырың бір нәрсе болып, сонымен араңыз қайтадан бұзылып кетеді. Алла тағала қалаған жолымен сізден сол нәрсені ұзақтатады. Ұзақтағаны көрсеңіз, демек мен үшін осының ұзақ болғаны қайырлы екен ғой деп солай ойлап қойғаныңыз дұрыс болады.